Айман ханым, сізге кәсіпкер ретінде сұрағым бар. Өзіңіздің жолыңызды қалай бастадыңыз? Қандай қиындықтарға ұшырадыңыз? Барлығын толығырақ айтып бересіз, біздің көрермендерге қызықты деп ойлаймын. Ой, Айғаным ханым, енді мен өзімнің бизнесімді қалай бастағаным, ол өзі бір ұзақ оқиға. Енді қысқаша айтып кетейін осы жерде. Негізі мен Перонда, Шар қаласы деген, Семей қаласының жағында бір шағын қала бар. Сол жерде тұрмысқа шықтым, сол жерде осы кәсібімді бастадым. Енді ең бірінші кәсібім бастағаны ол Перонда. Яғни вокзалды жанында өткенде, енді кішкене күлкілі шығар, қазір енді ол для меня енді күлкілі сияқты. Көк коляска кезінде, Советский Союз кезінде көк коляскалар бар еді ғой, баланы жатқызатын, сондай коляскаларға тамағымызды салып алып, пойыз келген кезде есік таңдып, сол жерде пирожки, манты, вареники сатып, сондай пойызға кіріп алып, пирожки, манты, вареники деп жүрдіңіз ба? Солай бастаған болатынмын өзімнің немді, бірақ ең бірінші, енді ол өте көп оқиға айта берсек, сол жерде өзімнің кәсібімді бастадым. Сол жерде мороженый да саттық, тамақ да саттық, напиток да саттық, общем барлығын саттық қой. Енді күнкөріс өйткені жетіспеушілік, қазір өмір сүру керек, бала шағаны асырау керек, жалғыз отағасының зарплатасы жетпейді ғой. Сондықтан сол жолға барып, балаларым үшін нар тәуекел деп қолды буып барғанбыз ғой, намысты қалтаға салып деген сияқты. Сөйтіп өз немді бастадым. Сол жерде одан кейін шағын придорожное кафе болды. Сол жер арендаға береді деп естіп, қой, енді менің бір жақсы қасиетім өжеттілік, мен қорықпаймын. Любой дүние құласаң нардан құла дейді ғой. Нар тәуекел деп, сол шағын придорожное дейміз ғой, кафені алып, сол жерде өз жұмысымды бастап, ол жерде енді өте керемет бүкіл шар, енді ана жерде придорожное кафе бір 3 километр жер болса да, шардың ішінде кафелер болса да, очередь тұратын ғой менде ол жерде мен енді от души тамақ. Дәмді болды. Өте дәмді, тамағым үшін келетін. Сол жерде бастап, одан кейін шағын банкетный зал аштым. Яғни ол жерлерде мен кредит деген нәрсеге вообще жоламаппын. Барлығын кәсібімді дөңгелетіп отырып, пайдамды бейтіп дүниені өз Алла тағала маған сондай жерлерде көмектесіп отырды. Шардың ішінде 100 адамдық банкетный зал, 70-80 адамдық банкетный залды сол кісінің хозяйкасымен бір келісім шартқа келіп, қарызға алған сияқты болып, оны 2 жылға деп алған болатынмын, бір 6 айдың ішінде құлып тастадым. Өте жақсы жетістіктерім сондай болды. Табысты болды. Табысты болды, қыздар.